Салтанат, қайырлы таң. Қайырлы таң. Иә, бізде бүгін қандай мереке? Мәриям Думанқызы, мен домбыраның қоңыр үнін тыңдағанда, ол мен үшін рухани тетік, жанымды шаттыққа бөлейді. Мерекеде мен немене? Оның үстіне осы әнді орындайтын әнші бүгін бізге кеңес алуға келеді. Сенесіз бе? Ол деген халық сүйіп тыңдайтын әнші ғой. Солай ма? Қызық екен. Ол біз жайлы қайдан естіген? Мен ол кісімен көшеде таныстым. Бізге міндетті түрде бүгін келемін деді. Қоятын бір сұрағы бар екен. Көшеде таныссаң, Салтанат, мүмкін ол бізге келінбейтін де шығар. Жоқ, ол маған уәде берді. Мекен жайымызды да айттым. Міндетті түрде келеді. Ендеше уәде берсе, келеді. Олай болса біз дайындалайық. Уақыт алтыннан да қымбат. Жарайды. Ақшасыз өмір жоқ. Оны орынды жұмсап жинауда оңай шаруа емес. Әсіресе қиын қыстау сәтте ақшаны пайдаланудың тиімді жолын қалай табуға болады? Дағдарысқа тап болғанда ше, ақша былай тұрсын, жылжымайтын мүлкіңді сақтап қалуға барынша тырысасың. Абырой ақшадан да қымбат деген нақыл сөз бар. Оның мағынасы түсінікті, берілген уәде міндетті түрде орындалу тиіс. Уәдеде тұрмаудың залалы абыройдан айырылу емес пе? Кейде біз құжаттағы талаптарды мұқият оқымай қол қоя саламыз. Құжатқа қол қою уәдемен пара-пар. Сондықтан банктен қарыз аларда неге баса назар аудару қажет екенін бүгінгі оқиғада баяндаймыз. Көкейдегі сауалдарға арнайы қаржы кеңесшісі егжей-тегжейлі жауап береді. Сәлеметсіз бе, Салтанат? Саламатсыз ба? Мен келдім. Сіздің келетініңізге күмәнданбаған едім. Біз сізді күтіп отырғанбыз. Қош келдіңіз. Кірсе бола ма? Иә, болады. Бірақ бір сәтке кідіре тұрыңызшы. Сізбен естелікке фотоға түсіп алсам бола ма? Әйтпесе, танитынымды айтсам, ешкім сенбейді. Рахмет. Нөмір 612 іс. Андрей Фендриков. Акын Акыныч. 28-де. Бойдақ. Домбырашы, блогер. Банктен қарыз алу келісім шарты бойынша кеңес алу. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Жайғасыңыз. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Рахмет, мен де Сіз қуаныштымын. туралы өте көп естідім. Әрине. Иә. Салтанат сізді қаржы мәселесі мазалап тұр деп еді. Сол рас па? Иә, сіздің кеңесіңізге мұқтажбын. Мен банктен несие алайын деп едім. Бірақ түрлі келеңсіз жағдайлар болып жатыр. Мен қорқақтап тұрғанмын. Таныстарым несие алып, бірақ уақытылы қайтара алмаған соң түрлі ыңғайсыз жағдайларға тап болды. Иә, дұрыс айтасыз. Шынымен де бұл мәселенің қыр-сыры өте көп, және де қарыз алуда ең бастысы келісім шарт. Сондықтан қаржы кеңесшісінің пікірін білгім келген. Ендеше мәселенің мән жайын білуге тырысайық. Алматылық музыкант Андрей Фендриков домбыраның құлағында шебер ойнайды. Әсіресе әлеуметтік желіде жақсы танымал. Оның көшеде және метрода көрсеткен өнеріне жұрт таңдай қағады. Сонымен қазақтың ұлттық аспабының қоңыр үнін жастайынан сүйіп өскен біздің кейіпкеріміз домбырашылар мектебін ашқысы келеді. Арманын жүзеге асыру үшін банктен несие алмақ ойы бар. Оған тұтынушылық несие жеткілікті деп шешеді. Барлығы ойдағыдай болу үшін несие келісім шартының қыр-сырын білгісі келді. Блогер алдымен сауалнама жүргізді. Бұған дейін қала тұрғындарымен әңгімелесіп, түрлі мәселелер бойынша пікірлерін естігенді жөн көретін. Сәлем достар. Бүгін Акыныч домбыра мектебін ашу үшін қаржыны қайдан алуға болады деген тақырыпта сауалнама жүргізеді. Оны халықтан сұраймыз. Өйткені халық айтса, қалып айтпайды. Дұрыс па? Ал кеттік. Кешірім сұраймын. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Бір сұрақ бола ма? Домбыра мектебін ашу үшін қаржыны қайдан алуға болады? Білесіз бе? Достарымнан алуға болады. Достарынан? Кеңесіңізге рахмет. Қазір жастар проектісі деген бар ғой. Қандай? Үкіметте сонымен сөйлесесіз, анда жоспар құрасыз. Жақсы кеңес. Жіктер, салам. Бір сұрақ бола ма? Домбыра мектебін ашқым келеді, бірақ қаржыны қайдан алуға болады, білесіздер ме? Байдың қызын алсаңыз болады. Қаржыны, менің ойымша, 2-3 жұмыс тауып, тынбай еңбек етіп, 1 жылдай еңбек етіп тауға болады. Ойбай, қандай күрделі вариант. Тек қана жұмыс істеу керек. Тек қана жұмыс? Мен күйеуімнен алам. Күйеумен? Ал сіздің күйіңіз нөмірі бола ма? Жарайды. Жарайды ма? Менің жолым болған сияқты.
Лотерея ойнап көрсеңізші? Ойбай, лотерея. Мен өмірімде лотереядан бір рет 1000 теңге ұтып қалдым. Құттықтаймын. Балам, а сен қалай ойлайсың? Жауап болмайды. Қарындас, кешірім сұраймын, бір сұрақ бола ма? Иә, әрине айта беріңіз. Мен домбыра мектебін ашқым келеді. Бірақ қаржыны қайдан алуға болады, сіз білесіз бе? Банктен алып көрсеңіз болады? Банктен? О, қандай керемет кеңесіңіз. Рахмет. Шынымды айтсам, несие келісім шарты қалыпты бір үлгіде құрылатын шығар деп есептейтінмін. Оның қай жеріне баса назар салу керек екеніне оның миым жетпей қойды. Сандар мен үшін белгісіз неге, мен музыкантпын ғой. Я, ең бастысы екі жақ қол қойған несие келісім шарты өзара келісім бойынша бекітілді деп есептелетінін біліп жүріңіз. Және де ол сіздің банкпен ары қарайғы қарым қатынасыңызды реттейді. Айтпақшы, мен банкке кіріп шықтым. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Тұтынушы несиесі туралы кеңес алайын деп едім. Керемет, әрине. Біз алдымен сіздің несие тарихыңызды қарап көреміз, содан кейін несие калькуляторында есептейміз. Жеке куәлігіңізді бола ма? Әрине болады. Андрей, құттықтаймын сізді. Сіздің несиеңіз мақұлданды. Ал келісім шартпен танысуға бола ма? Иә, әрине. Міне біздің келісім шарттың үлгісі. Бір нәрсені есіңізге салайын. Несиені өтеудің аннуитеттік және дифференциалды тәсілі бар. Яғни сіз банк ұсынған емес, өзіңізге қолайлысын таңдауға құқылысыз. Бұл өте маңызды. Себебі екі тәсілде, яғни пайыздық үстеме мен негізгі соманы қайтару жолдары екі түрлі. Яғни келісім шартта қарызды қалай төлейтінім және айыппұл көлемі барлығы көрсетілген ғой. Я, төлемді кешіктірген жағдайда банк қандай айыппұл белгілейтінін алдын ала білу маңызды. Және де банк келісім шартқа қосымша ескертпе береді. Онда, яғни несиені өтеу жөнінде барлық талаптар егжей-тегжейлі баяндалған. Келісім шарт сандық түбінде жатса да, ескертпе қол созым жерде тұруы тиіс. Өйткені бұл ескертпені күн сайын көрген кезде өзіңіздің несиені төлеу тәрізді жауапкершілігіңіздің бар екенін ұмытпайсыз. Айтпақшы, мінекей Салтанат маған несиеге қызмет көрсеткен үшін ұсталатын комиссияның жойылғаны туралы ақпарат жіберіпті. Салтанат, рахмет. Айтпақшы, сен Андрейді қалай шақырып жүрсің? Мен Андрейді көшеде көріп қалдым. Сәлем, достар. Банк келісім шартын неге мұқият оқу керек? Сіздер қалай ойлайсыздар? Қазір біз бұл жөнінде халықтың пікірін білейік. Ал кеттік. Жігіттер, қайырлы күн. Бір сұрақ бола ма? Банк келісім шарты неге мұқият оқу керек? Білмеймін шын айтсам. Сіз ешқашан несие... Жоқ. Ойымда жоқ даже ондай алға. Банкта өйткені көптеген адамдар несие алуға келгенде кішкентай әріппен жазылғандарды көп оқымайды да, сондықтан көптеген қиындықтарға ұшырап жатады. Өте жақсы. Рахмет. Иә, мұқият аяғына дейін оқу керек. Банк келісім шарты неге мұқият оқу керек? Бұл егер барлық келісім шарттағы жазылған сұрақтарды, қандай мәселелерді білсе, онда өзін сақтап қалуға немесе келесіде солар туралы бір білгілері келсе, өзіне де жақсы болады деген ойдамын. Болашағында пайдасы тиеді. Рахмет. Ал сіз несие алғансыз ба? Жоқ әлі. Жоқ алмадым. Сіз қалай ойлайсыз? Банк келісім шарты неге мұқият оқу керек? Өйткені ол жерде адамдардың келісім шарт жайлы толық ақпарат берілген. Егер келе басқа жолы, басқа бір келеңсіз оқиғалар, жайттар болып қалса, сол қағаз арқылы банкке шағым жасауға болады, жазылған туралы, әр тарап бойынша мысалы. Сол үшін оқу керек деп ойлаймын. Рахмет. Әр тарапта, рахмет. Әр жолда.
Қайырлы күн, мен кешірім сұраймын. Бір сұрақ бола ма? Кішкентай сұрақ. Мен өтінемін. Банк келісім шарты неге мұқият оқу керек? Білесіз бе? Кешіріңіз, мен уақытым жоқ еді, асығып тұрмын. Уақыт ақша. Одан да сіз бізге кеңес алуға келіңіз. Жарайды, мен асығып тұрмын, сау болыңыз. Рахмет. Сізге келгеніме өте қуаныштымын. Рахмет. Сіздің көмегіңізбен мәселенің қыр-сырына жеттім. Келеңсіз жағдайлардың алдым десем болады. Иә, керемет. Ендеше біз дәл қазір осы саланың нағыз маманы сарапшымен байланысқа шығып көрейік. Иә? Иә. Бір сәт. Здравствуйте, Мариам. Қайырлы күн. Прежде чем заключить договор, қарыз алушы келісімшартқа қол қояр алдында оның шарттарымен мұқият танысуы қажет. Неге көңіл аудару керек? Ең алдымен сыйақы мөлшеріне, сыйақының жылдық тиімді мөлшеріне көңіл бөлу керек. Себебі бұл несиенің жалпы құнының көрсеткіші. Бұл көрсеткішке сыйақы, комиссия, өзге де қосымша төлемдер кіреді. Сонымен қатар, егер қарыз алушы сақтандыруды төлейтін болса, несиелендіру мерзімі ескеріледі. Яғни, жылдық тиімді мөлшерлеме ол несие құнының нақты көрсеткіші. Оған қоса, міндеттемені орындамаған жағдайда, егер қарыз алушы өз міндетін уақытында орындай алмаса, қарыз берушіге төленетін сома айыппұл мөлшеріне назар аудару қажет. Сондай-ақ, міндеттері мен құқықтарына, яғни келісімшарт бойынша қарызгер міндетін орындамаса, банк біріншіден айыппұл тағайындайды. Екінші, банк қандай құқықтарын пайдалана алатынына назар аудару маңызды. Төлем талаптарын ұсыну арқылы тек қана несие алған банктен емес, кез келген банк есепшотынан қалаған соманы өндіріп алу. Бұл жерде есепшоттағы немесе есепшотқа түсетін жалпы сомадан 50%-дан аспауы туралы шектеу бар. Егер бұл кепілге қойылған қарыз болса, қарызгер өз міндетін орындамаса, банк сот арқылы немесе соттан тыс тәртіпте берген қарызын осы кепілдегі дүние арқылы өндіріп алуға құқылы. Мінекей, көрдіңіз бе, қажетті ақпаратқа ие болсаңыз, қиын ештеңесі жоқ. Сіз бүгінгі түсінікті алгоритм бойынша әрекет жасайсыз, ал болашақта қаржы нарығына қатысты кез келген сауалыңызға жауапты Құбылнай мобильдік қосымшасынан алуыңызға болады. Сонымен қатар Қазақстан ұлттық банкінен кеңес ала аласыз. Егер сіз несие алғыңыз немесе пайыздық өсімге қаражат салғыңыз келсе, бірінші кезекте банкті ғана таңдап алмай, қол қояйын деп отырған келісім шартты мұқият оқып шығыңыз. Себебі несиені өтеудің барлық бүге-шігесі, айыппұл шаралары келісім шартта көрсетіледі. Төлем уақытылы төленбеген жағдайда банктың белгіленген айыппұл мөлшерін алдын ала білген дұрыс. Заң бойынша банк келісім шартқа ескертпе ұсынады. Онда несие бойынша барлық талаптар нақты жазылады. Келісім шарт сандық түбіне салынса да, ескертпе қол созым жерде тұру тиіс. Ол несиені қайтару жауапкершілігін есіңізге салады. Астында мінген адым душка, шабамын көңіл ашып немножко, не стоит жить и туге на свете, азырақ ойнап өлме молодушка. Зүлкияй, үркияй, қатирай, сағирай, көлзирай, назирай, нағимы бәттемі, әшеге қасай жанай, бәлеге қаз бал жанай, шашмаулы қыз сәлемай, еркелеген тайсай, толықсын қан мұрсай. Қайда кетірайыз? Я люблю тебя, салтанат, Ең керемет күн. Осы видеоның арқасында көп лайк жинайтын болдым. Тағы бір өлең айтып беріңізші. Жоқ болсын ба? Иә. Аяғыма кигенім бұлғар етік сәулем ай, табанымнан барады ызғар өтіп сәулем.